28 мамырда өткен халықаралық семинар барысында Қытайды зерттеу орталығының сарапшысы Ұлан Нұқан мырза Қытайдың білім беру бағдарламалары мен сонымен қатар аймақтың кадрлық жаңғыруының қозғаушы күші бойынша сөз қозғаған еді. Өткен семинар жұмысы және Қытай мен Қазақстан арасындағы білім мен ғылым технология саласындағы әлеуеті жөнінде сарапшының пікірін тыңдап көрейік. Кеше мамырдың 28-інде өткізілген Қытай Орта Азия жаңа форматтағы стратегия диалогы өте жақсы өтті деп ойлаймын. Себебі осы жақында болатын Қытай Орта Азия елдердің саммитінің алдында осындай бір семинар ашылғаны өте мағыналы. Менің тақырыбым сол Қытай мен Орта Азиядағы білім беру саладағы қарым-қатынас туралы. Сол өзімнің бір зерттегендерім, тәжірибелерімді бөлістім. Менше осы 30 жылдан бері Қытай мен Қазақстанның және Орта Азия елдерінің білім беру саладағы қарым-қатынас өте жақсы, өте тез дамып келе жатыр. Оның да көп нәтижелі осы екі жаққа да Орта Азия елдеріне де, Қытайдың елдеріне де пайда әкеліп жатыр деп ойлаймын. Және де осындай бұдан да терең, бұдан да жоғары мынандай ғылым және технологиядан да ынтымақтасу да болашақта болады деп көзім жетіп тұр.